Шеберлік каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода екі жас қызға арналған косынканы тігуді көрсетеміз. Өте оңай және тез тігіледі. Ендеше бастайық. Бізге керек матам ең негізгісі мынау. Бұл жерде мен алдым 2 жасар 1 айлық қызға 38, ұзындығы ені 20 болды. Кейінгі матасы бұл артында тұрады, яғни резинкамен. Ұзындығы 20, ені 8 болды. Және де 12 сантиметр аламыз. Мына жерде 2,5 сантиметрмен қалыңдығы резинкамыз болады. Және де сәндік үшін мынандай кружева алсаңыздар болады. Осы түсіне сай келетін алуға болады. Сары. Мен ақ алдым. 38 алдым. 2 жағына, яғни қазір біз оны көрсетем. Екі жақтан былай тігетін боламыз кружеваны. Және де сәндік үшін мындай гүл. Сай келетін, түсіне сай келетін жіп, қырқу үшін қайшы, метр алсаңыз болады, және де мындай бор аламыз. Енді тігуге кірісейік. Мінекей істеп алдық. Енді қазір айналдырып үтіктейміз. Мінекей үтіктеп шықтым. Мынау ішкі жағымыз болады тігіс. Енді резинканы алып тереуіш керек. Неғұрлым үлкенде болса өзден жырас, менде табылғаны. Енді кіргізіп қазір тігеміз. Міне, мына жерден резинкадан 1 сантиметрде қалдырамыз. Қазір мына жерде тігіп шығамын мен резинканың бойымен. Міне тігілді. Мына жерден де сонша қалдырып тігу керек болады. Бір сантиметрде қалдырайық матаны. Оны қазір айтам, не үшін керек екен. Кішкене атқатып жүрейін. Былай жетеді. Қазір мына жерді тігіп шығамыз. Енді қазір кружеваны тігеміз. Егер сіздерде оверлок болмаса, оны былай істеуге болады. Мінекей аламыз да, мына жерден қазір тігіп шығам осылай барлығын. Екі жағын тігіп шықтым. Енді былай аламыз да, үтіктеп шығу керек біріншіден. Сосын кейін тағы үстінен жүргізуге болады мына жерден. Айтып кетейін, егер сіздің кружеваңыз ақ түсті болса, мына жерге жіпті ауыстыруға тура келді. Сарымен тігіп жіберіппін астын. Сөгіп, қайтадан ақпен тіктім. Яғни ақ болса, кружеваңыз ақ жіпке ауыстырғаныңыз жақсы болады. Қазір үтіктеп осылай алып, бұл біздің 10 беті болады. Тағы да үстінен жүргізіп шығамын. Екеуін де солай істеу керек болады. Яғни қазір мына жерді былай істеймін и былай. Сосын тігемін. Мінекей үтіктеп тігіп шықтым. Енді мынаған құрастырмай тұрып, мына жерді жинап алуға болады. Егер машинкаңыз болса, үлкен тісті тігіс тігіп, кейін жіпті тартып алсаңыз болады. Менде ондай жоқ, сондықтан бірінші аламын. Мындай үлкен қылып
жинаймыз. Былай істедік. Енді тартамыз. Сай келсе болды. Осының өлшемінен көрейік та. Болды, енді жіпті қысқартамыз. Екі жағында тура осылай істейміз. Кішкене тартып қойын. Байқасаңыздар, тез тігіледі. Көп мата да кетпейді, көп уақыт та кетпейді. Екінші жағын кастиммен. Мінекей былай болды сонда, екі беті. Енді 10 беті, мына жақтында 10 бетін алып, былай қоямыз. Қойып шығып, мына жерде тігіп шығамыз. Мен машинкам мынандай қалындарды алмағандықтан ірілеу келген зигзагпен бірінші тігіп алам. Мінекей тігілді, былай көрінеді. Енді мына жерді жаңа қалдырғанымыз 1 сантиметрді алып, үстінен былай жабамыз. Сонда бізде тігісіміз сондай аккуратный болып көрінетін болады. Кәдімгі немен тігеміз. Былай көрінеді сонда біткен кездегі. Былай болады. Тігістеріміз ішкі жағы. Гүлімізді тігіп алдық бір жемчугпен. Сәндеу жағын өздеріңіз фантазияларыңызға қалдырайын. Мінекей осылай бітті.